етегінен келген Мұхағали Мақатаевтың немересі Айдын ұлдарыңызымен ортаға шақырамын. Бір қошемет ұрып қойыңыздар. Бір келді, ассалаумағалейкум. Түрі тұрып түр берген, қожа тұрып қол берген, бектер тұрып жол берген, бөрілердің талайын, бүркімен ұрыбын көрген, аузы дуалы, сөзі өәлі, құрметті қазақ елі той құтты болсын. Енді бүгін ақ келіннің бетін ашу қазақтың қарабаласы маған бұйырыпты. Енді бұлай жасайық, бұлай кетсек, қазір мен бүгінгі той құтты болсын деп айқайлаймын, Нұрболаттың тойы. Біз музыкасы шапыла қылайық. Бүгінгі Нұрболаттың тойы құтты болсын. Бәрекелді, енді міне Беташарға жиналғанымыз білінді. Бәрекелді, қазір мен Беташарды бастайын. Бір Нұрболаттың екі досы бір көмекке микрофон ұстап беретін достарыңыз бар ма екен? Иә, бәрекелді, келсеңіздер. Сәл микрофон ұстасып, менің списокқа көмектесіп жіберсеңіздер. Ал көтерім, шу деген сөз көтерім түйегіде күш береді дейді. Қазір мен Беташарды бастаған кезде бүгінгі шынайы жанашыр екеніміздігін көрсетіп, дуылдап, уылдап, қатты құрмет қошеметтеп отырсаңыздар, мен Беташарды күшті ашамын. Иә. Ал дұрыс емес, билемей қазір аттарыңызды тек кім билемей шығады, соған 1000 теңге ақы салады деп жатыр той иелері. Кім күшті билеп шығады, сол 5 теңгеден салса болады деп жатыр. Дайынбыз ба? Ал, кеттік. Тағы бір досы рұқсат болса, иә? Келіңіздер. Ал, Беташарымызды бүгінгі әулеттің үлкендері, әулеттің қадірменді қонақтары сіздер дайын болсаңыздар, біз әрине дайынбыз. Ал, Беташарымызды алға қаласа бастайық. Жамандаған адамдар жамандасын, себебі сіздерді біразы көр алмайды. Себебі сіздер құсап әрбір қазақ ән айтқанда қолдарын соға алмайды. Себебі сіздер құсап әрбір қазақ тілек айтса қолдарын соға алмайды. Жер жүзін жет айналып шықсаңдағы бүгінгі Беташардай бола алмайды. Отауға таңменен тұрып сәлем сал, атаңменен енеге. Ұйықтап құрып жаппасын түскенше шуақ күнбетке. Лайықтап айтсам заманға пайдасы тиер сағанда. Анадан адал туғансың, ата дәстүрді кірлетпе. Сен тектілердің ізісің, қазақтың ару қызысың. Осыны айтам білдепте. Түркіден шыққан тұмарым, намысын бермей халқының түсірген жауын ілмекке. Айтатын едім тарихта біздер білмейтін шер көктеп, ақ бекешенің шын сүйіп жауына көзім бермеппет, соғыстаға таудырмекте. Қағидаларды ұмытпа, қалаулында құтырған ұл-қыздарыңды үлгетпе. Осыған халқым қосылса шапалағын соқпайма, лайықсың деп құрметке. Айналайын келін жан, айналайын келін жан, жан-жарың болсын жақынның, еңбегі сіңіп еліңе, енеңнің тыңда ақылын. Өмірге әкбел қызбен ол демократия бізге бұл. Ай, Нұрболат бауырым, сенде құр жатпа, тоқтап қалмасың ақырын. Ұлың келсін оншақты, қызың келсін моншақты, өмірден қалмай қапыдың, үйретіп жаттап соларға талайдың емес таңсығын, абайлардың ақылын. Айналайын келін жан, басқа айтарың қалған жоқ, сөздеріміз қалмасын, ойының бұзып арнасын, қалғанын айтар енеңіз, біз білмейтін әрине отбасыларда заңдар көп. Осындай қуаныштармен алата берсін таңдар көп. Өзімдей сұлу жеңгемнің бетін ашуға кеп тұрған ақ келін менде арман жоқ, мендей ақын қайныңыз бетіңді ашуға кеп тұрса сенде деген арман жоқ айды. Разы болса әруақтар, пенденің жолы болады, періште сақта өзіңді, басыңа бақы
ендеше өмірден өтіп кеткен барша ата-бабаларымыз Әлен ата, Қалдыбек, Жамал, Маржан, Қожабай, Сапаркүл аналарымызға тағы да бір емес 1000 сәлем сап қойсақ болмайды. Бәрекелді. Енелердің аттарын атайын, барлықтарымыз керемет көңіл күймен ортаға билеп-билеп келінің көріндігін салыпты дегендеше, Жамбыл атамыз бастаған Ғалымжан туған атасы Бауыржан және ерекше енелері Азиза Сара Жанар туған енесі дейді. Бәрекелді билеп-билеп асаналарына қойып тұрғызыр. Апа, аталар, келіңіздер. Осы ата-апаларының, енелерінің ең үлкен алдының жасын берсін және осы текті құрметті кісілердің жолын берсін деген ниетпен сіздер үшін тағы да бір сәлем салғызамыз. Ал иелік қой, бәрекелді. Сүйек құдалары Нағима құдағиымыз бастаған Айдар, Сандуғаш Айнұр құдаша құдағиларымыз барша ататалған сарсы құдалар билеп-билеп әрине бір емес тағы да 1000 сәлем саққа. Сарсүйек құдаларға қара киген ағамыз серьезный қойды ме? Билемей шықты чота. Билеп-билеп шашырып баға чотам не болды? Аға, қазір артынан бір атап жіберіп, билеп-билеп келесі. Аға, бәрекет. Ал ағам қазір билеп қайтып шығады. Қайтадан бір или Каспидан, или Налишкадан бір тыстайды. Құдамыздың биін көрейік, бір сәлем сақ қойып құдамызға. Ал аға, кесікші, билеп-билеп, құдамыз көріншіме. Құда деген осындай болу керек. Енді құдаға ұқсатыңыз, бәрекелді рахмет. Ал құдамызға бір қол қошеміз соғып қойыңыздар, бәрекелді рахмет. Бүйтеміз, қазір қарап тұрамыз, кім билемей шығады, қайдадан шақырып ақша салдырамыз, ағамыз не болсын. Ал кел. Ағашыға, жан жарыңның әрқашан
Ендеше Бақтыбай ағамыз бастаған Зүбайра, Мықтыбай Зағипа, Тәжмахан, Зүлқарай, Нұржан, Тіллә, Бауыржан Мақпал, Нұржан Мира, Біржан, Гүл Марат Мағнұмның бастығы дейді. Екі рет салат деп қойды. Өзі жаз қойды я. Шіріген бай дейді. Кошелек халық банкінде кем дегенде 1 миллионнан бар деп жаз қойды. Дәуіржан Гүлім, Алтындау, Ләйла, Сез әсем кімдермен араласасты. Ораз қымбат, Нұрәлі, Баржан, Нағдай нағашылар, билет-билет сөйліңіздер шал. Біржан, Гүл Марат, Гүлшара, я? Қайда? Где? Вы, да? Ой, давай, одни песню, танцует и потом көрімдік. Ал, нағашларға бір сәлеміз қойыз. Ал, келеміз. Шаршама тек шаршама. Бересі қобаған іштейді, кірап кетті. Және де Дәуіржан жаңағы нағашымыз сәл кешіп келіп жатыр екен. Иә, бәрекелді. 10 мың теңге шешіп кешіп қапты деп айтыр енді. Білмейсіз ғой. Ең кешіп. Бәрекелді. Ал көрейік. Папа. Бәрекелді. Айттым, істеді. Ал қайтадан Нұрболаттың нардай нағашыларын көрейік. Ендеше Жұманазар Бақытжан атасы әжесі, Алданазар Мадина Орал Алима, Ерназар Гүлмира, Бауыржан Нұргүл, Ғалымжан, Шынар Гайдар және Ернар Айдар дейді. Біргеді.
сала берем бе. Күнім дейді, Дәужан ағамыздың әйелі қайда жүр. Бір сәлем сақпайды. Рахмет аға. Шығай деп жатсыз ба? Біз күте береміз аға. Бүкіл ақшасын киімізді екен. Ал, кәдіміз шықпай сал. Қайтадан бізге бір сәлем сазақ, содан кейін билеп шығамыз. Арнайы бір сәлем. Ал енді, кел, билеп. Кімді айтсын солай шақырып беріп отыр бәрі. Кеттік ал. Енді жеке айтылу керек деген адамдар бар, жеке айтып берейік. Алып кет. Енесінің жалғыз сіңлісі Жанат енесінің күйеу баласы Ғалымжан дейді. Бәрекелді асырам. Келіңіздер, келіп ортаға. Енді құрметті қонақтар, бағанадан бері менің құлағыма сыбырлап жатқан негізі ана тәте. Маған дым ренжімеңіздер. Сондықтан енді қинаған қалай екен, өзі бір қинап көрейік. Ал қайтадан алдымда халық отыр, арайлана берейін тектілерге талай баға. Қайтадан мен ортаға шақырамын, тәтеміз тұр қарасам арайлана. Ал Ерінжан тағы да бір сәлем сал. Алдында халық тұрса арайлана екі рет сәлем салған. Бұл керемет. Ұят бір қалтаға сияқ деп жинай беріп, ал кеттік әрі қарай. Арнайы тағы да бір сәлемді салып қой, ортаға қайнағаларымыз оңғар тағы да мен кінәм жоқ ағай, өздері ешкір қойыпты. Тұрсынбек дейді, Ауди маркалы автокөлігінің иесі дейді әйтеуір, соңғы үлгідегі. Әділ бейбіт Шынболат, Жезде қайны апалары Әлия Кенже Әмина Бағила Арайымға ешкір қойыпты, кредит жоқ деп қойыпты. Салтанат Жанерге Фариза. Бірегенді барша ататылған қайнапа, қайната жезделеріне бір емес
коллективтері Ғалымжан ағамыздың ТО В А бірдеңеде істеп тұр. Білмеймін. Жанар дедеміздің 162-ші Сапар Бейжанов атындағы мектептің құрметті ұстаздары ғой. Бәрекелді. Ал, билет келіңіздер. Бәрекелді, рахмет. Бәрекелді. Мынау коллективтеріне риза отыр ма? Жақын айып түскен ғой дейді иә? Бидей жоқ қайдадан шақырамай мен коллективтер енді. Бір билетейік дейді коллективтерге. Коллективтер ортаға шығып салудың қажеті жоқ. Салам десе де артық кем болмайды деп қойды. Қайтадан арнайы коллективтерге бір сәлем, ортада бір би бостойды той иелерінің атынан ал. 168-ші мектептің коллективтер қайдасыздар? Билет келейікші. Келіп шок болып тұрған шығар, бұл не деген дискотека болып кетті. Беташар деп шақырып еді ғой деп жатқан шығар де. Мен енді коллективтерге риза болып отырмыз. Жаңа сәлем салғанда байқадым. Коллективтердің көптігі соншалық не алып жатқан білмейсің, не салып жатқан білмейсің. Ал коллективтерге бір сәлем сақ. Келінді қазір бет ашылған соң билетеміз. Келін ана орамал бүйтіп қаптап оңай емес ананы. Сондықтан кішкене жылдамдап жатқаным бар. Енді мен біреуді не жаныма шығып кетті арқырай. Ал, кеттік. Молдаменен дос болсаң, намазың қаза болмайды. Ұрымменен дос болсаң, қазаның таза болмайды. Алғашпенен дос болсаң, апталап күшілдетесің. Нұротанмен дос болсаң, билікте сызып жетесің. Әблязовпен дос болсаң, қап-қара тізім көтесің. Гаишникпен дос болсаң, қорықпай қызыл көтесің. Диханшымен дос болсаң, қырманың қасып толады. Әншіменен дос болсаң, көңілің ашық болады. Салымменен дос болсаң, көңілің басып болады. Жастарменен дос болсаң, вечер күйіңді сұрайды. Шопырменен дос болсаң, бензинге тиыныңды сұрайды. Ал ендеше ағайын, Ғалымжандай ағамның, жанардайын тәтемнің, достарыммен дос болсаң, жүзіңе әрең кіреді, тілеуді тілеп жүреді, қол ұшын беріп тұрады. Достары бүгін шыққанда қошемет соғып тұрады абайды. Бірінде деше Ғалымжан ағамыздың достары, класстастары Көркем Сәуле, Сабира Қайрат Сайраш және Жанар Енеңнің класстастары сонау Жетісайдан кепті. Бір Америкадан келген сияқты жазып кетті бірі сонда. Келтек Мадина класстасы Тамира әріптесіне бір емес мың сәлем салып, билет
сізге өз атымнан бір сәлем. Жоғалтпай бет ашарда әдемімді, жырменен келтірейін дәлелімді. Жиендерге жетпейді ешбір нәрсе, ардасам да өлеймен бәленімді. Қайнапалар осында келіп отыр, жоғалтпаған әрқашан әдемімді. Жиендермен қайнылар шыққан кезде, тағы да бір салшық келін сәлемімді ой. Жиендер шолпан айзері әсел, дін нәсіл, асыл анар ұлжан ұл болсын айдана, қайнылары қайын сіңілісі, Қадірәлі Самат, Бексұлтан Айгерім балауса, Ерболат, тағы да азамат дейді. Билеп асалының алында. Кішкентай сәбиіміз салып жатыр, ол да арымдап салып жатқан шығар. Бұйыртса, бір жылдан кейін сіздердің үйлеріңізде осындай керемет сәбидің үні шықсын, сондықтан үлкен кісілерге емес, осы кішкентай балалардың өзіне бір сәлем салып қойыңыз. Ал, енді Нұрболаттың достарына бір кезек келген секілді, содан кейін беташарымызды ары қарай аяқтайтын боламыз. Және Назымның петушкалары болса да осы әлемнің ішінде болсын, аттарын атап түстердің қажеті жоқ. Кім өзін доспын деп санайды, барша достарына бір емес. Ақша емес еді ғой, 1000 теңге құрсын. Сол жақтан жыртылып кетіп тұрып, 10 теңге салып, 1000 теңге түседі. Берекет, қалжың енді бұлда. Енді достар болған, құрдастар болған қалжыңдаймыз. Ал енді мынау списокта кейбір адамдардың атын тойылыр, ұмытып кетуі мүмкін. Бір қарбаласпен ат аталмай қалып жатқан қонақтар болуы мүмкін. Енді ол жазылмапты. Ендеше осы аты аталмай қалған қонақтар болса, бір сәлем салып қойып, ал ортаға келулеріңіз болады. Ендеше битейік енді, бәрекелді. Ақ келіннің бетін ашу салтанатында жақындаған секілді мен Орынбек ағамды ортаға шақырайын, жүз жоралғысын ары қарай өзі жасайды. Ай, бәрекелді, тамаша. Аппақ келіндеріңіздің бетін ашқан айбын ұлдарыңызға бір қошемет көрсетіп қойыңыздар шақырды. Тамаша. Ал, ардақ ағайын, мінекей қазағымыздың салт дәстүріне сүйеніп қазақтың қос жігімен келіндеріміздің бетін ашып алдық. Енді келіннің бетін кім ашса сол ыстық дейді. Мен ортаға осы Нұрболаттың нағашы апасын ортаға шақырайын. Өзіңіз бисмиллах деп мінекей келініңіздің бетін ашыңыз. Абанбай деген. Абанбайда келіңіз Абанбай. Ал,
бетін ашып, маңдайынан сүйіп, таңдайына түкіріп қойыңыз. Келініңіз өзіңізге тартсын бәрекелді. Бір қошеметтеп отырайық. Көп рахмет апамыз мінекей қазағымыздың салт дәстүріне сүйеніп беттеріңізді келін ашып. Құтты болсын ағайын, бір қошемет тұрайықшы. Енді аттан жығылсақ та салттан жығылмаған қазақтың баласымыз бір үлкендерімізден ақпат алайын. Осы неге бетін ашты келіндеріңіздің аталарымыз болмаса апаларымыз бір илләһи әмин деп ақпата беріп қойыңыздар, сосын бет ашарымыздар. Бір баталы болайық, илләһи әмин деп баталы сосын дастархан басына шайғасатын боламыз бәрекелді. Енді апам ақпатасын беріп мінекей келініңіздің бетін ашты. Үлкендерімізден мен баталайын, апаларымыз жақсы келіні болып, өмірдің жақсылықтан тойында кездесерге бала шағалы көп болсын, ішінде жаңашылық болсын. Әмин, Аллаху акбар. Айтқан барлығыңызды Құдай қабыл етсін бәрекелді. Ал ардақты ағайын, қадірменді меймандар, мінекей келіндеріңіздің аппақ бетін ашып алдық. Жеңгелер, сіздерге де мыңда бір рахмет. Осылай сіздерді келін алып, қыз ұзатып, осындай қуанышқа жетіңіз. Ал оқтауды өзіңіз табыстаңыз бәрекелді. Ай молодец, ал молодец. Орнына отыра беріңіз. Жеңгелеріңе барып беріңіз, рахмет. Ал енді құдаларымыз келіп келген тойымыздың төріне құдаларымызды кіргізіп алсақ, енді билете тұрайық дейді. Енді шал жеңгелер, сіздерге рахмет, мыңда бір пара берсеңіздер болады. Мына кілемді жинай беріңіздер. Тамаша. Ал енді мына